Reddit'tегі Wednesday сериалын көргендер, сіздерге сериал ұнады ма? Видеоны бастамастан бұрын, достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен басқа YouTube каналдардағыдай, менің каналымның 90% тіркелусіз қарап отыр, менің каналымның тең жартысы тіркелмеген екен демеймін. Просто кіріп, тіркеліп кетіңіздер. Қызықты видеолардың бәрі алда, сол себепті осы YouTube арнада бірге болайық. Wednesday'ді ойнаған актриса прям күшті болды. Тіпті фантастика. Ал қалғандары ұнамады. Меніңше Ферстерде өте мықты шыққан секілді. Бұл Netflix, олар ары қарай сериалды не қылып жіберетіні түсініксіз. Мен 37 жастамын, бәрінен қалмай мен де көрдім. Және бұл керемет сериал болды деп ойлаймын. Бұл жасөспірімдер драмасы, бірақ мұнда ересектерге де ұнайтын нәрселер жеткілікті. Жақсы сериал, бірақ бір жерін түсінбедім. Мен Мортисия мен Wednesday'дің құбыжықтар мектебіне бара жатқанын көрдім. Олар андай іштей құбыжық сияқты ғой, бірақ Гомес неге сонда барды? Ол да бір түрлі, бірақ құбыжық емес қой. Аха, осы жері маған қатты өтті. Қызық негізі. Сериал детектив жанрына жатады екен. Керемет детектив сериалы болды деп айта алмаймын, бірақ қараған қызық. Wednesday кейіпкері қатты ұнады. Комикс пен кинодағыдай емес, маған сериалдағы Wednesday ұнамады. Мен сериалды осыған дейін ештеңе білмей көріп бастадым. Яғни бұрынғыда болған оқиғалар сюжеттесіз бірден сериалды қарадым. Былай жақсы болды. Кейде мен екінші, үшінші пландағы кейіпкерлерді дамыту керек еді деп ойлаймын. Әсіресе Ксавия мен Тайлер. Бірақ олар жасөспірімдер, сондықтан оларды әлі де дамытады деп ойлаймын. Менің ойымша Адамс отбасы мүшелері бәрі керемет сомдалған, әсіресе Wednesday және Фестер. Маған жалпы өлім көрсетілген және оны зерттеу туралы сериалдар ұнайды. Сосында болар Wednesday'ді жақсы қабылдап көре алдым. Әзілдері қатты ұнады. Солғы бірінші маусымда Тайлер мен Ксавер туралы көбірек көрсетсе екен деп едім. Кейіпкер ретінде осы екеуі жақсы дамитын сияқты. Енді екінші маусымда қалай болатынын көрейік. Ұнады дей салайыншы, ато қазір сын жерлерін айтсам, сериалдың быт-шытын шығарып жіберетін сияқтымын. Маған 90-шы жылдардағы телешоулардағыдай сәл қорқынышты элемент жетіспеді. Жалпы сериал қызықты болды, қарауға тұрарлық. Егер бұл Адамстар отбасымен байланысты емес жеке сериал болса, бұл өте жақсы жұмбаққа толы сериал болар еді. Бірақ бұл Адамстар отбасы туралы сериалдың қосымшасы болғасын мен көп нәрселер күттім. Маған Wednesday ұнады. Сериал бір жағынан ерекше және жеңіл болды. Ал Дженна Артега өз кейіпкерді керемет ойнап шықты. Қарауға тұрарлықтай орташа сериал. Негізіне сериал ұнады, бірақ көптеген стереотиптер мен клишелерге толы болды. Және мен бірден сериалдағы зұлым кейіпкерлердің кім екенін түсініп қойдым. Сол жері сәл жарамай қалды. Сәл қиындату керектей көрінді. Сериал ұнады. Қыздың рөлі өте жақсы сомдалған. Қарауға болады. Өзіне сай жақсы жерлері бар. Маған Гомес пен Фестер қатты ұнады. Жақсы жазылған деп айту қиын, бірақ өте жақсы ойнатылған деуге келеді. Басында шыны керек ұнамай қалатын шығар деп ойладым, бірақ көңілімнен шықты. Қарауға болады, визуалдық эффекттер өте мықты. Оған қоса актерлер де жақсы ойнады. Бірақ сюжеттік жағы өте нашар жазылған. Соңғы сериаларын қоспағанда негізінен ұнады. Мен оны кеше түнде қарап шықтым. Соңғы 2 эпизод ең нашар болды. Wednesday'ді ешқандай дәлелсіз импульсивті әрекет ететін қылып жіберген. Сол жері сәл ұнамады. Жалпы бұл сериал маған ұнады. Көріп бірден түсініп кету оңай болды. Толықтай келісемін. Соңғы жағынан басқасы маған ұнады. Соңғы сериалар, білмеймін, біртүрлі көрінді. Қарамаймын деп шештім. Маған бала кездегі Адамстар отбасы ситком ұнайтын. Ол жерде Wednesday басқа болатын. Жалпы алып қарағанда Адамстар отбасы қуған адамдар. Керемет дейтін көп ештеңесі жоқ. Бұл жақсы сериал, бірақ оны көріп болып, ойланып қарасам, сериал тым жас аудиторияға арналған сияқты. Мен ойларымды егжей-тегжейлі айтқым келеді, бірақ мен сериалдан алған сезімдерімді бұзғым келмейді. Сенің айтқың келгенді түсіндім. Менің ойымша бұл ересектер мен жасөспірімдер ортасында қалды. Нақты ересек не жастарға емес. Менің айтайын дегенім, қан мен зомбылық сценалары ересектерге, ал басқа да әзілдер жастарға сай секілді. Мен үшін сериал толықтай керемет болды. Ұнады. Енді келесі маусымын күтіп жүрмін. Басқасын білмеймін, маған құбыжықтар ұнады. Тағы бір школьниктерге арналған сериал қарамаймын, өйткені Netflix жоқ менде. Бұл жақсы, қызықты сериал болды, бірақ Wednesday сияқты кейіпкер бұдан да жақсы сериалға лайықты. Ал бұл өзін толыққанды сезінбеді және мінезі сәйкес келмеді. Мен 90-шы жылдар мен 2000-ші жылдың басындағы атмосфераны сезінгім келді. Тим Бертоннан да көп нәрсе күткен едім. Байқауымша оны көп араластырмаған секілді. Отбасының басқа мүшелерінің рөліне жасалған кастингте жолдары болмағаны байқалады. Бірақ көруге болады. Дегенмен Энит шынымен де жақсы шыққан.
Маған олардың Адамс отбасына тән қасиеттерін тастағандары ұнады. Мен үшін соңғы уақыттағы Netflix жасаған жақсы сериалдардың бірі болды. Ал сен Wednesday сериалын көрдің бе, және көрген болсаң, қай жерлері ұнады, комментарийға жазуды ұмытпа, және де арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Видеоны қарап болсаң, ұнаған болса лайк бас, және де тіркелмеген болсаң, біздің арнаға тіркелуді ұмытпа, және де біздің арнадағы басқа видеоларды қарасаң болады. Бос отырма, ол жерде қызық видеолар көп. Сенің көп уақытыңды алмаймыз. Әр кетсе 3-5 минуттық видеолар қарап шықсаң болады. Керемет қызықты видеолар бар. Және де сол тақырыпқа сәйкес комментарий қалдыратын болсаң, сенің видеоңды дәл осылай видеодан дыбыстап оқитын боламын. Сенің атыңмен әрине. Сол себепті тезірек комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпа.